сәлеметсіздер ма? Қазір мен слайдта көрсетейін. Аз бір минут. Көрініп тұр ма? Көрініп тұр. Аха. Дистанционное обучение не екенін бәріміз білеміз. Дистанционное обучение – это образование через интернет. А дистанционное обучение поначалу привлекало наших учеников своей новизной, но, как оказалось, им потребовались такие качества, как ответственность, умение планировать свое время, самостоятельность и организованность. Я использую в дистанционном обучении такие занятия, как чат-занятия, то есть через WhatsApp. Занятия проходят синхронно, то есть все ученики одновременно сидят в онлайн-режиме. Я здесь показала приблизительно, как проходят в 6Б и в 6Э классе уроки. Для образования, вне зависимости от формы обучения, я думаю, нужен мотив. Я мотивирую своих учеников через словесное награждение. Например, ты справляешься, все делаешь хорошо, все идет прекрасно, я знала, что тебе это по силам и так далее. Еще я сделала такой метод, пазл называется, то есть по мере выполнения своих заданий я кидаю по одному кусочку пазла, и мы потихоньку быстро собираем цитату дня. Сейчас что-то ком завис. В дистанционном обучении главную роль играет не только мотивация, но и разнообразное предоставление материала. Я иногда, не всегда, конечно, использую видеоматериал, то есть видеоуроки, затем слайды, вот один из видеоуроков, затем идут у меня слайды, карточные упражнения, то есть карточки, а видеоуроки я беру в основном вот в YouTube-канале, то есть там есть и для 5-х, и для 6-х классов. Обратную связь предоставляю через электронный журнал и также через WhatsApp. В конце урока я делаю рефлексию, то есть предлагаю детям отразить свое настроение смайликом. Вот они мне отправляют смайлики или задают вопросы, если вдруг тема была непонятной. В дистанционном обучении, конечно, есть минусы маленькие. Например, мы не знаем, ученик ли делал эту работу, смотрел ли он мой видеоурок или читал ли текст. Для этого я сделала дифференцированный подход, то есть разноуровневые задания. От простого к сложному. То есть они могут просто списать, вставляя пропущенные буквы, подчеркнуть глаголы и так далее. И вот я даю им на выбор, то есть задание на выбор. Они выбирают или отвечают на тонкие вопросы, или только на толстые вопросы. В дистанционном обучении есть преимущества. То есть ученики выполняют задания в удобном для себя месте, в удобном темпе, то есть они могут все это заново пересмотреть, перечитать, обсудить, и затем удобное время, то есть они делают эти задания, не торопясь, в удобное для себя время. Все, спасибо за внимание. Рахмет, Айман. Пожалуйста, Асема. Асем ағылшын тілі мұғалімі, бірінші жылы жұмыс жасап жатыр. Асем, пожалуйста, сізге сөз. Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Бүгінгі конференцияға жиналудың мақсаты жас мамандардың осы қашықтықтан оқытудағы іс тәжірибелерімен бөлісу болып табылды. Яғни қазір менің дайындаған презентациямды көрсетіп кетейін. Мен жасаған міне бұл не? Қазіргі уақытта біз барлығымыз карантинге байланысты үйде отырғандықтан бұл қашықтықтан оқытуға мәжбүр болып отырмыз. Сондықтан бұл қашықтықтан оқытуды ең алдымен мен сіздерге бірнеше тұжырымдамалар, лайфхактар айтқым келіп отыр. Осыған бейімделу үшін, осыны толығымен сана сезімімізбен қабыл алуымыз үшін. Сондықтан бірнеше тұжырымдамалар, олар міне карантин көп уақытқа дейін созылуы мүмкін. Карантин барлық мемлекетте енгізілді. Қолынан келгеннің бәрін жаса, өз денсаулығыңды сақта, жаңа форматта жұмыс жасауды үйрену. Яғни біз үйде отырып өз денсаулығымызды сақтап, осы қашықтан оқытуға бейімделіп, көптеген методтарымызды қолға алуымыз керек. Келесі бұл жұмыс жасайтын платформалар, бұл менің жұмыс жасайтын платформаларым. Біріншісі Білім-ленд платформасы, екіншісі WhatsApp платформасы, үшіншісі Mail.ru платформасы. Енді
көрсетіп кетейін деген Bloomland платформасымен мен қалай жұмыс жасаймын. Бұл үшін мен Bloomland платформасын Google-ға енгіземін. Одан кейін кіріп Bloomland-ке кіремін. Яғни, қазір көрсетемін. Осы жерде предметі деген жерден өзімнің пәнімді таңдаймын, ағылшын тілін. Ағылшын тілін таңдағаннан кейін бөлімдер деген жерге өзіме қатысты тақырыпты таңдап, осы жерде әр сыныпқа өзінің деңгейін таңдап, мысалға бүгінгі тақырып 8-ші сыныпта past simple болса, осы жерге кіріп, осы тестті балаларға осы тақырыпқа байланысты тестті жіберемін. Келесі WhatsApp платформасы бойынша бұл жерде мен өздеріңіз көріп отырғандай әр сыныпқа өздерінің группалары бөлінген, 9-ғы, 8-ші сынып. Осы жерде мен оқушыларға тапсырма бергенде видеороликтар, презентациялар жіберемін, және оқушылар арамызда көптеген пікірталастар жүргіземіз. Және олар кері байланысын маған әрқайсысы өзінің личкама жібереді, және жеке-жеке өздеріне рефлексия беріп отырамын. Келесі платформа бұл Mail.ru платформасы. Бұл платформада оқушылар маған почтама тапсырмаларын жібереді. Сол почта арқылы мен оларға кері байланыс жіберемін. Енді кері байланыстың түрлерін айта кететін болсақ, жаңа Bloomland'те тест бердім. Мысалға бүгінгі сабағымды мысалға алып кететін болсақ, және әр оқушы сол Bloomland'ке кіріп, сол тестті орындап, маған скриншот ретінде жеке парақшама жібереді. Мысалға меруерт, жадыра дегендей. Келесі кері байланыстың түрі ол презентация арқылы. Мен тек қана видеороликтар ғана жібермеймін. Үлкен сыныптар болғандықтан оларға сілтеме ретінде тек қана тақырыпқа бағыт-бағдар беремін. Соған байланысты мысалға бір тақырыпты алатын болсақ, оқушыларға презентация жасауға бердім, және сол презентацияны өздері жасап, ағылшын тілінде сипаттап беру керек болды. Мысалға, бұл белсенділігі жоғары оқушы болып табылады, ал белсенділігі төмен оқушыға мен тура сол бір тапсырманы басқаша форматта көрсетуге мүмкіндік беремін. Олар тек қана осылай презентация ретінде маған жасап, жеке жаңағы Mail.ru парақшама жібереді. Енді келесі айтып кететін тағы да бір тездетіп айтып кетейін. Жағдай бұл дистанционды оқыту барысында кететін қателіктер. Бұл тек қана үй жұмысын беріп отыру. Бұның шешім ретінде менің алған шешімім оқушыларға сабаққа қатысты видео материалдар жіберемін, анализ жасаймыз, және оқушылармен белгіленген бір уақытта тақырыпқа бойынша пікірталас жүргіземін. Екінші, менің жаңағы кеткен қателігім бұл мектеп қабырғасында сабаққа қызығушылығы жоқ оқушыларға да, белсенді оқушыларға да бірдей тапсырма беру. Және осыған мен тапқан шешімім бұл белсенді оқушы мен белсенділігі төмен оқушыларды группаларға бөлу. Яғни 8-ші сыныптың бір оқушысын алып, мысалы Сабина, Мадина деген белсенділігі жоғары оқушылар мен белсенділігі төмен, мысалға Арнұр деген оқушыны алсақ, осы оқушыларды өздерін жеке группаларға бөліп бердім. Яғни мен берген тапсырмамды Арнұр түсінбесе, белсенділігі жоқ көмек сұрауына болады. Осымен мен презентациям бітті. Сіздерге қажетке жарайды деп ойлаймын. Здравствуйте, учителя. Я вам хочу продемонстрировать свою презентацию. Дистанционное обучение. Основные ресурсы, которые я использую. Первое – это презентации. Я взяла для примера свою презентацию, которую я делаю сама. Здесь я здороваюсь с учениками, говорю, что нужно выполнить, говорю, что нужно все, что подписано красным шрифтом, нужно написать. Например, вот тема урока, они записывают. Ставлю задачи для урока, видео, и так проходит урок. Дальше у нас идут все материалы, которые они написать должны или просмотреть. В конце урока я им даю задания для выполнения и пишу, что эти задания нужно отправлять на WhatsApp. У меня идет обратная связь по WhatsApp. Второй тип – это YouTube-канал онлайн-школы Bloomland.
Этот канал очень интересный, здесь идут видеоуроки по 10-15 минут, и все эти видеоуроки очень краткие, понятные. Здесь есть, вот для примера я взяла 7 класс у меня, здесь ставятся задачи, цели, ты узнаешь, ты научишься, рассказывается, на экране все показано, ученик может в любой момент остановить и записать все, что ему нужно. Также вставлены видеоролики, в конце идет закрепление темы. Следующее, то, что я вам хочу показать, это сайт Bilimland. По Bilimland я работаю в основном с заданиями. То есть дети выполняют задания. Дети просмотрели видеоролик, если им что-то непонятно, они могут здесь определенную мини-подтему посмотреть. А так дети в основном выполняют здесь задания, тесты и скидывают мне эти тесты на WhatsApp. Для примера, вот, дети скидывают задания, которые они сделали. По Bilimland. Вот они завершили задание, сделали. Следующее – это выполнение работы. Дети выполняют работы таким образом, как составляют мини-презентации, делают в рабочих тетрадях, у них специальные рабочие тетради есть, они выполняют по ним задания, также работают с видеоматериалом. Для примера, дети вот отправляют мне презентации, я их просматриваю и даю комментарии. Или работа в рабочих тетрадях. Я отмечаю все, что правильно, все, что неправильно. Также наши дети выполняют опыт. Это в основном делают младшие классы, например, как 5 класс, они вот делают опыт с растением. Или 3 класс, они работают, у них тема тень, и они вот делают город из тени. Все они мне отправляют и объясняют, каким образом это все получается. Обратная связь происходит таким образом. Я им пишу комментарий. Если ученик сделал все правильно, я пишу «молодец», так держать, отличная работа. Если неправильно, я пишу «держись, в следующий раз получится», я знаю, ты сможешь, не сдавайся. Трудности, которые я испытывала в начале при дистанционном обучении. Первое – это переизбыток информации. Все, кто работает по WhatsApp или по почте, очень часто засоряются все наши чаты, мы не можем найти информацию. И поэтому приходится постоянно обновлять наш телефон. То есть телефон засоряется и приходится постоянно удалять эту всю информацию. Я делаю таким образом. За весь день я проверяю работы, ставлю комментарии в Кунделик, и после я могу уже удалить эту работу, потому что телефон засоряется. Второе – это доступ к заданиям. В начале первой недели у некоторых учеников не было PowerPoint или Microsoft Word. Я говорила детям, чтобы они обращались, если у кого-то есть проблемы. Дети обращались, я им говорила, как скачивать эти приложения, чтобы все могли работать. В начале второй недели этой проблемы уже не было. И третья проблема – это предоставление обратной связи. Работая с учениками онлайн, важно помнить, что у них по-прежнему будут возникать вопросы, и мне как учителю нужно будет на них отвечать. Проблема заключается в том, что весь день приходят сообщения с заданиями и вопросами. Некоторые отправляют сообщения поздно, ближе к ночи. Учитель находится в телефоне целый день, ему приходится отвечать на вопросы и проверять работы каждый день. Мы не можем ставить для детей рамки, но просто можем попросить детей, чтобы они отправляли сообщения не так поздно. У меня все, спасибо за внимание. Спасибо, Диана. Так, Лаура, бастауыш сынып мұғалімі, биыл жас маманнан шығады бұл қыз бізде. 3 жыл болды жұмыс жасап жатқан. Лаура, пожалуйста, сізге сөз. Сәлеметсіздер, құрметті ұстаздар. Менің осы қашықтан оқыту кезінде менің ұстанымым өмір бойы білім алу. Яғни мен сіздермен осы қашықтан оқыту кезінде тиімді кері байланыс беру жайында өзіміздің іс тәжірибемізбен бөліссек деп отырмыз. Яғни қашықтықтан оқыту кезінде кері байланыс дегеніміз не деген сұраққа мен өзім былай деп жауап берер едім. Мен үшін кері байланыс бұл сыйлық. Кері байланысты беруде өзімнің оқушымның жақсаруына мүмкіндік сыйлағаным үшін шаттық сезіміне бөленемін. Осы қашықтан оқыту кезінде басында әрине барлығымыз қиналдық, өйткені дәстүрлі оқыту кезіндегімен бірден жаңағы қашықтан оқытуға көшкендіктен кішкене бізде қиыншылықтар, қиналған тұстарымыз болды. Әрине бұған уже төселіп қалдық. Басында қиналған тұстарым, біріншіден оқушымен тікелей қарым-қатынаста болмауым, әр оқушымен жеке жұмыс жасағандықтан уақытымды көп жұмсап үлгере алмауым, оқушының жұмыстары өздерінің жасап жатқандығына көз жеткізе алмағандығым. Әлі де біз бастауыш сынып
болғаннан кейін өздерінің жасап отқаны әлі де көзіміз жете алмай отырғаны ол шындық. Тиімді кері байланыс жасай алдым ба деген ойдың мазалауы. Яғни сол бойынша мен өзім көптеген интернет желілеріне шығып, өзім кері байланыс жайлы көптеген мағлұматтар ала отырып, өзіме мынандай бір ереже құрастырып алдым. Яғни позитивті болу, бағалаушы болмау, ынталандыруға ұмтылу, сыпайы болу, тең ұстау. Тең ұстау деген кезде мына жерде Шәкәрім Құдайбердіұлының мынандай бір ережесі бар ғой, оқытушы мен оқушының білім мен оқуда екеуінің құқығы бірдей демекші, мен өзім оқушыларыммен тең ұстаймын. Одан кейін мадақтау, ризашылық білдіру, тыңдай білу. Осы ретте мен кері байланыс берудің мынандай түрлерін ұсынғым келеді. Яғни оқушыларға біз тек қана бір сарынды кері байланыс бере бергеннен гөрі оқушыларға әртүрлі кері байланыс беру керек екенін тиімділігіне көзім жетті. Ең бірінші жазбаша, яғни ол WhatsApp мессенджер арқылы бізге жіберген, суретке түсіріп жіберген жұмыстардың үстіне біз жазбаша жазып жібереміз. Қате болса қате деген сияқты түзетіп. Одан кейін ауызша кері байланысты мен көбінесе жаңа үлгерімі төмен оқушылармен хабарласып отырамын, яғни қоңырау шалу арқылы тілдесіп, қай жерде қиналып жатыр, не себепті көп тапсырмаларын жібере алмай отырғандығы жайлы мен ауызша сұрап отырамын. Және графикалық кері байланысты бұл жерде, яғни смайликтер ғой айтып отырғанымыз, жарайсың деген сияқты. Смайликтің жай ғана өзін жібере салғаннан гөрі астына түсініктеме жазған өте тиімді екен. Яғни не үшін ол смайликті, қандай смайликті не үшін алып отырғандығы жайлы астына түсіндіріп жазып жіберемін. Және де британдық ғалымдардың қазіргі осы қашықтан оқыту кезінде аудио және видео кері байланыс беруді бізге идея тастап отыр. Сондықтан мен өзім ойлап отырмын, осы аудио мен видео жібергенде, яғни кері байланыс жіберген кезде өте тиімді екен. Себебі қазір оқушылар ауқымды тапсырмалар келген кезде оқушы қашықтан оқып жатқаннан кейін олардың жаңағы қызығушылықтары төмендеп кетеді екен. Яғни белсенділіктері де түсіп кетеді. Сондықтан мұғалімнің аудиодан дауысын естіп, видеодан түрін көргеннен кейін оқушының одан сайын қызығушылығы артып, сабаққа деген қызығушылығы артатынына өзім көзім жетті. Және де оқушыларда бұл жерде ашықтық пайда болады екен. Яғни бұл аудио мен видеоны мен күнде жібермеймін, әрине, оны аптасына бір рет жіберуге болады. Және де оны кері байланыс беру формаларын мен тапсырмаларын күрделі немесе жаңағы жеңіл түріне қарай беремін. Жаңағы өзім айтып өткендей жазбашасы, қай жерде қате бар, соны жазып, және тамаша деп жазым. Ол тамаша деген сөзді не үшін алды, астына кері байланысты беремін. Яғни осы енді қашықтан оқыту кезінде кері байланысқа берген өздеріңіз көріп отырсыздар, қаншама платформалар бар, осының ішінен әрқайсымыз өзімізге керегін таңдап алып отырмыз. Осының ішінде білім ленд пен iMектепті және де класс форма деген бар. Google форма, кешіріңіздер. Сол Google форма арқылы мен өзім кері байланыс беремін. Қазір мен сіздерге сол Google форманы қалай беру керектігі жайлы қазір мен сіздерге көрсетіп өтейін. Открыт Google форма дегенмен тікелей кіре беремін. Мінекей мына жерде менің жасаған жұмыстарым бар. Қазір мен жасаған жұмыстарымды бір көрсетіп өтсем, мысалы мен қазақ тілден бүгін дұрыс емес деген ойын өткіздім. Осындай тапсырмаларды жасадым. Енді оқушылар маған осыған байланысты кері байланыстар беріп отыр. Кері байланыстарын көрсетіп өтейін. Мысалы менің берген кері байланысым. Қазір оқушылардың жауаптарын да көрсетемін сіздерге. Мен мысалы үшін осындай жұмысты орындап, өзім дайындап аламын тапсырмасын. Енді оқушыларға қалай жіберемін? Жоғары жақта отправить деген тұр. Сол жерде гиперсілтеме бар. Осы жерден копировать етіп аламыз сілтемені. Міне бізде сілтеме копировать етіп алдық. Енді мен оны өздеріңіз кез келген сыныптарыңызға, топтарыңызға жібере аласыздар сілтемені. Міне сілтеме кетті. Осы жерде оқушы ешқайда кірмейді, тек қана осы сілтемені басады. Мен қазір сіздерге оқушы ретінде тапсырманы орындап көрсетейін. Міне менің жіберген тапсырмам оқушыларға дәл осылай барады. Енді оқушы осы жердегі тапсырмаларды орындайды. Мысалы үшін аты жөнін жазды. Тапсырмаларын орындап, мысалы үшін мына жерден белгілейді. Бұл енді бастауыш сыныпқа өте ыңғайлы. Ол жерде жазып, ештеңе нетпейді, тек қана оқып, дұрыс немесе дұрыс емес деп. Енді мен оқып жатқан жоқпын.
басып жатырмын, сосын маған тек қана отправить дейді, сосын артынша жібергеннен кейін посмотреть баллы деген тұр. Оқушы сразу өзінің балдарын көре алады. Яғни 5 сұрақтың 5-үшеуіне ғана дұрыс жауап берген екен. Енді бұның жіберген ответі маған мына жерге келіп түседі. Өзіңізге қайтадан кіресіз. Міне, сізде ответі деген тұр. Мен жаңа жіберген ғой оқушыларыма, менде уже 33 жауап тұр. Міне оқушылар қайсы ең жоғарғы балл жинады, қанша сұрақтың қайсына дұрыс жауап берді және қайсына дұрыс жауап бермеді, барлығы көрініп тұр. Және де бұның ең бір жақсысы, бұл автоматты түрде өзі Excel'ге сақталып отырады. Әрбір оқушыны сіз жазып отырмайсыз, міне. Мысалы, менің жіберген оқушыларым тапсырмалары. Мысалы үшін, міне көріп отырсыздар, бүгіндікке жіберіп отырған тапсырмалары осылай болып отырады. Google форма деген түсінікті ғой, Енді мен сіздерге аймектепті көрсетіп өтейін. Аймектепте бастауыш сыныптарға өте тиімді, ішіндегі видеолары, фотолары барлығы бастауышқа өте қызықты. Өткен бастауыш сыныпта бізде қызығады ғой көбінесе видеоларға деген. Мысалы үшін аймектепке кіру үшін тағы кез келген браузерге кіріп аймектеп деп жазасыздар, аймектепке кіре бересіздер. Аймектепке кіру үшін сіздердің аккаунттарыңыз болса болғаны, оған ешқандай да қайтадан логин, пароль создавать етіп тіркелудің қажеті жоқ. Мына жерде мен кіріп отырмын, қазір пәндерді таңдаймын. Мысалы үшін қазақ тілін таңдадым. Осы жерден біз қазір сөз таптарын өтіп жатырмыз. Мысалы, сөз таптарының ішінен күрделі және дара сын есімдер тауып аламыз. Мінекей тауып алдым. Мына жерде көптеген тапсырмалар бар. Мысалы үшін тест орындайтын болса, ол бағанағы видеоны көріп алу керек. Осы жердегі тапсырмаларға жауап бере береді. Көрдіңіздер ме? Біткеннен кейін аяқтау дейді. Немесе артығын алып тастау деген ойындар болады. Мысалы үшін артығын алып тастауда мына жерде дара сын есімдердің арасында күрделі сын есім кетіп қалғандықтан күрделі сын есімді жәшікке апарып тастаймыз деген сияқты. Көрдіңіздер ме? Осылай тапсырманың барлығын орындап болғаннан кейін, мысалы үшін мен кейбір қателерді орындай берейінші, қателер кетіп қалды деген, мысалы. Міне ең соңында сіздерге жауабы шығып отырады. Тоқтаңыздар, ары қарай қазір жалғастырамын. Яғни мен сіздерге өзімнің қолданып жатқан екі платформамды көрсеттім. Таныстырып өттім. Енді ары қарай. Енді сөзімді қорытындылай келе, қашықтан оқыту жағдайында оқушыларға тиімді кері байланыс беруді қамтамасыз ету бұл әрбір мұғалімнің сыни шеберлігі мен міндеті деп санаймын. Осы тұста мынандай бір өлең жолдармен аяқтағым келіп отыр. Ең аяулы есім ғой ұстаз деген, бар тіршілік бақытты ұстазбенен, шәкіртімді жеткізгенше мұратына ізденіп лапылдап жана берем дегім келеді. Назарларыңызға рахмет. Сіздерге тағы да түсініксіз болып жатса, толығымен көрсете аламын. Рахмет. Рахмет, Лаура. Ал енді құрметті әріптестер, өздеріңіз көріп отырсыздар, кішкентай болса да біздің жас мамандар өздерінің жаңағы қашықтықта оқытатындағы кішкене болса іс тәжірибесімен бөлісті. Бізде уақытымыз шектеулі болғандықтан 4 қана жас маманды алдық. Қалғандары бәрі бізді өзіміздің чатымызда өзіміз вебинар өткізіп жатырмыз. Қалғандары өзіміздің вебинарда сабақ берді, оның бәрін біз талқыладық, құрметті әріптестер. Енді өздеріңіздің ұсыныстарыңыз болса, бізге жаңа чатқа шығып айтыңыздар. Енді кемшіліктеріміз де бар шығар. Енді қазіргі өзіңіз біліп отырсыздар, 21 ғасыр, цифрализация ғасыр дейді. Жас мамандарға сіздерге көп рахмет, сәттілік. Айтады ғой, жастан үйрену керектер, сіздерге рахмет. Енді бізді осындай неге бір айтқан сөзімді қалдырмай жасап, соның бәрін ұйымдастырып жасадық. Көп рахмет сіздерге. Айтады ғой, жас мамандардың қолында дейді ғой, Ләззат Сағатбековна, жарайды сіздерге. Сәлеметсіздер ме? Кімді көрген жоқпын. Ал енді бүгінгі сізге ұйымдастырып отырған вебинарға рахмет, Алтынаканна. Мен тыңдап, қыздарыма ризамын. Былай қарасаң, сіз айтқандай жастардан үйренетін көп зат бар. Мына дистанционное обучение, насколько оно сложно, но несмотря на сложность, они ищут пути.
қазір әр мұғалім туралы айтуға да болатын еді, да? Айман, она всегда у нас ищет, она не останавливается ни на чем. Очень интересно, как она работает, через WhatsApp показала. Так, Меда, Илюсизова, да? Асема, тоже интересная ваша работа. Видно, что наши девочки работают, молодцы. Дианочка, да? Диана, я рада за вас. Вы втянулись в коллектив и достойно показываете свою работу. Я вижу, что... Бағлан дауыс шықпай қалды. Интернет қатып қалды. Интернет қатып қалды ғой деймін. Ләззат Сағатбекова, шықпай қалдыңыз. Үзіліп кетті. Что-то үзіліп кетті Ләззат Сағатбекова. Мұғалімдер комментарийларын жазып жіберсе, бір-екі ауыз сөзден неге чаттарға. Молодцы все. Те, кто выступал, молодцы. Сөздерге қатысқандарыңызға рахмет. Ты курируешь, Айдана, да, их? Иә. Айдана, руководитель МО, молодой специалист. Молодой специалист. Ал енді уақыт шектеліп қалды, Ләззат Сағатбекова үзіліп кетті. Құрметті әріптестер, сіздермен бүгін кездескенімізге көп рахмет, қуаныштымын. Бәріңіз шығып жатсыздар. Енді кемшіліктеріміз болса, кешіріңіздер. Біз енді үйреніп жатырмыз, ақырында болса да. Сіздерге рахмет, жас мамандар, сіздерге де аман есен болыңыздар, дендеріңіз сау болсын. Кездескенше қош сау болыңыздар.